Алдыңғы бағдарламамызда хабар бергеніміздей, Дубай қаласында өткерілген 5-ші Жастар Пара Азия ойындарында еліміздің абыройын мүнәсіп қорғаған жас пара спортшылар бірқатар жеңістерді қолға кіргізген еді. Қуанышты тарапы соңында олардың арасында Қарақалпақстанлық бірқатар спортшылар да бар. Айны осы жерлестеріміз пайтақтымыздағы Нүкіс темір жол вокзалында салтанатты түрде күтіп алынды. Дәстепкі репортажымыз Айны орнынан таярланған. Әләжға бірқатар тарау басшылары, спортшылардың ата-аналары һәм кең җәмәгатьчелек вәкилләре катнашты. Тәсіліп сөзге шыққанлар елімізде дене тәрбие һәм спорт хәрәкәте жаңа басқышқа көтеріліп атырганлыгы һәм спортчылардың еріскен жетіскенлігі менен кызгын құттықтады. Атап өтілгендей, Бірлескен Араб Әмірліктерінде 35 мемлекеттің 1312 жас спортчылары катнашкан белдесулерде мәртлік иесі болған ватандашларымыз 99 алтын, 57 күміс һәм 41 қола медалына ие болып, улума командалық хисапта бірінші орынды иелегені жаңа Өзбекстан жастарының потенциалын және бір мәрте көрсетті. Шымбай районының спорт мектебінде тәрбие алғанымша, Ережепаева Шахнозағызымыз Дубай қаласында болып өткен 5-ші Пара Азия ойындарының тарихи нәтиже десек те болады. Екінші орында сыйлы екінші орында иелеп келді. Сондай шар-шариатына, сондай имканиятлар беріліп жатыр. Құрметті президентіміз тарапынан біздерде 2 жылдан бері таярланып келмекте. Бұл спорт түрі менен пара жүзу менен. Мәселен, біздерге дәстеп келген күні аквая бір жүзу бойынша қатынайтын еді алдым. Кейін бұл қыздың талантын көріп, тренерлері жоғарыдан басқа да тренер селекционерлермен ойласқан алда ішкетнелермен спортшылармен бұл қызымызда талант бар екен бір алдынан көрер едік. Сонуда айрықша атап өтуіміз керек, жарыста Қарақалпақстан Республикасы спортшылары да спорттың пара жеңіл атлетика, пара таеквондо һәм пара жүзу спорт түрлері бойынша қатнасып, жәмі 21 медалларды қолға кіргізді. Олардың арасында пайтақтымыздағы Нүкіс мемлекеттік техника университеті студенті Хусниddin Usmonjanov да бар. Пара спорт түрінің, пара пауэрлифтинг спорт түрі бойынша шұғылланып, yaqinda bo'lib o'tgan Dubay shahridagi 5-chi yoshlar para Osiyo o'yinlarida ishtirok etib, juda yaxshi natijalarni qo'lga kiritib, 2 kumush medal sovrindori bo'ldim. Bu musobaqadan taassurotlarimiz juda ham yaxshi. Musobaqa zo'r o'tdi, raqiplarimizga tengdosh bo'ldik. Biz bu natijaga erishishimiz uchun muhtaram prezidentimizning bizlarga yaratib berayotgan tashabbuslari, shart-sharoitlari juda asqotdi. Buning uchun prezidentimizga ko'pdan ko'p rahmatlar aytib qolaman. Mana bugun Nukusga yetib keldik. Kutilmagan tarzda kutib oldilaring, bu juda ham hayajonlantirdi, chunki kutmagandim. Kategoriyam bo'yicha 6 kishi qatnashdi. Eronlik raqibim bor edi, Iroqlik raqibim bor edi, Hindistonlik raqibim bor edi. Bahslar juda qizg'in o'tdi, raqobat kuchli edi. Musobaqani juda yaxshi yakunladik. Mamlakatimiz boshchisining qutlug'ida atab o'tilgandek, bu jengiz tarixiy natija minglagan jastlarimizga maqtanish, alga qaray umtilish ham ilhom deragi, sonday ulkan tajriba maktabi bo'lib xizmat etuvi menga ahamiyatli.